Нұрсұлтан Әбішұлымен мен ең алғаш рет 1983 жылы Москвада Чайковский атындағы концерт залында таныстым. Бұл танысуымның себебі де бір қызық жағдайда болды. Нұрғиса Лендиевтің отырар сазы оркестрі сол Чайковский атындағы залында, консерваторияның залында концерт берді, үлкен концерт. Мен онда облыстық газеттің редакторымын. Бүкіл Советтер одағынан 160 облыс бар ол кезде, өлкө бар, автономиялық республикалар бар, солардың барлық газеттерінің бас редакторларын шақырып, КПСС орталық комитеті жанындағы қоғамдық ғылымдар академиясында бір айлық курстан өтіп жатқан. Білім жетілдіру курсы дейді ғой бізде. Бүгін концерт болатынын естіп, қазақстандықтар билеттерімізді алып, сол концертке бардық қой. Барсақ анандай жерде бір таныс адам көрініп, қарасам, Қуаныш Сұлтанов. Ол кезде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі. Бұл осы қараша айының ұмытпасам сол 20-лары кезі. Содан барымен дамылдасуға тура келіп, Қуаныш екеуміз курстаспыз. Университетте бірге оқығанбыз. Бірге бітіргенбіз, жолдас болдық. Әлі де қарым-қатынасымыз түзу. Содан барып амандассам, жанында бір жап-жас жігіт тұр. Қуаныш мен амандасып, сосын ана кісіге мені таныстырды. Ана кісі менің студенттік жолдасым. Шығыс Қазақстан облыстан келген осында редактор істеп жатыр, сол Өскеменде бірақ қазір курста екен деп, ана кісімен мені таныстырғанда ол кісі қолын ұсынып, ол кісі айтты содан кейін, мына кісі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің секретары. Отраслевой секретарь дейді, салалық секретарь өнеркәсіп жөнделді. Қарағандының облыстық партия комитетінің екінші секретары болып жүрген жерінен сол Мұхаммед Ахметов Қонаев облысына жоғарылатып соны еліп қойған секретар болып сайлаған болатын. Сол алғаш көргім 83 жылын. Одан кейін бұлай, оларды әңгімелесіп тұратын уақытша облыстың халқымыз қалай деп сұрай алмайсыз. Үлкен қызметтегі адам, жарайды деп басы жесі амандасып, сосын концертімізді көріп тартап өткенбіз. Екінші кездесу 91 жылғы 11 наурыз күні бізді неге шақырды? Редакторлардың барлығымыз Қазақстандағы облыстық газеттің редакторларын, Алматы облысындағы аудандық газеттердің, қалалық газеттердің редакторларын Қазақстан Компартиясы орталық комитетіне жиналысқа шақырды. Жиналысты басқарып жүргізген орталық комитеттің бірінші хатшысы Нұрсұлтан Әбішұлы. Көп дүние айтты. Қазақстанның басындағы жағдай туралы. Ол кезде бірақ одақ тарқамаған кез әлі одақ бар. Қалай жазу керек, не жазу керек, неге көңіл бөлу керек, халықты неге үгіттеу керек, не насихаттау керек, сол жөнінде айтып беріп, соның ең ақырында сұрақтары бар ма деп. Сол сұрақтары бар ма дегенде жұрт сұрақты жаудырды, ол сұрақтың барлығы енді ол есті жоқ. Бір келіншек па, қыз ба, сол Алматы облыстық аудандық газеттердің бірінің редакторы әлгі кісі сұрақ қойды. Нұрағана, сіз қалай ойлайсыз, осы Қазақстанда көп әйел алуға рұқсат беріле ме, берілмей ме, соны заңдастыра аласыздар ма деп сұрақ қойды. Яғни партияның түрі кезінде. Сонда Нұрекеңнің жауабы бәрімізді шалқамызда түсірді. Айналып кетейін деп, оны заң жүзінде реттеудің мүмкіндігі жоқ, бұл мәселені әйелдердің өздері шешсін деп. Сонымен бәріміз дөңгіліп, шапалақтап, сонымен оларда шығарып салды. Сосын тағы бір кездесуіміз 93 жылы жаз айы, ұмытпасам, июль ғой деймін, июльдің басы ма осында семьясымен келді. Ол кезде қаланың біздің облыстың
әкіміміз сол кезде глава дейді Амангелді Иманақышұлы Бектеміс деген азамат болды, мықты азамат еді керемет. Сол кісі облысты осы өскемендегі журналистерді жинап алып, бүгін президент келеді, аэропортқа барамыз, аэропортта ол кісіден интервью аласыңдар деді. Біз бардық, барғаннан кейін ол кісі түсті, алдымен өзі түсті, сосын артынан жеңешеміз келіп жатты, ана басқа нөкерлері бар. Бектеміз ана кісіге журналистер сізді күтіп тұр деп келді. Келгеннен кейін сұрақ беріп жатырмыз, сонда кім бар? Андрей бар, Ленинский сменаны Кратенко, Акава бар, осы онға бар ма жоқ па білмедім. Бір 10 шақты адам ғана. Сұрақ беріп кезек маған келгенде бірдеме сұрау керек. Маңызды бір сұрақ қойғым келіп тұр ғой, мен әлгі қалыңыз қалай деп сұрау деген ыңғайсыз да. Соны мен айттым, Нұрсұлтан Әбішұлы, бізге 2 жылдан бері қанша инвестиция түсті. Инвестицияны білесіңдер, шетелден келетұғын ақша ғой, шетелден келетұғын өзіміздің әлгі мықтылар байларынан түсетұғын ақша. Қанша түсті, сол қайда жұмсалды дедім ғой мен. Әгісі бетіме қарап, мұна бәрімізде Бейжік бар, Бейжігінде оқытта жұмады деп, бұл қазір мұнарда толғайтын әңгіме емес. Мен саған өзі кейінірек айтайын деген, ол жайсыз ғой кейінірек айтайын деген, анар енді ол инвестиция алда кетті, мұнда кетті, бачет беріп жататын емес. Сол кездесім мінекей өзі бетпе-бет жүздескенім осы менің сол кісіменен сол 2 апрез ғана. Бірақ та бүгін енді президенттің атап өтіп жатқаннан кейін ол кісімен еңбегін жаңағы жақсылығымызға айтып кетті ғой, жеріне жеткізіп айтқан да болса. Одан артық айту мүмкін емес шығар. Бірақ та халықтың ішінде неше түрлі қаңқы сөз бар ол жөнінен. Анау әлеуметтік желісін қарасаңыздар да оның біріне сеніп, біріне сенбеу деген ол енді әркімнің өз шаруасы. Бірақ ол кісі көп нәрсе істеп кетті. Көп нәрсе Қазақстан үшін істеп кетті. Ал енді мынау соңғы жылдардағы халықтың әл-ауқатының әлсіреуі. Бүгін $1 440 теңгеге жетуі. Біздің теңгенің анау қырғыздың ақшасынан құнсыздануы осының барлығы ой салады, неге бұлай болды деп. Бұл енді әрине республиканың басшылығынан шаруасындағы біраз түсінбеушілік па, не болмаса сол уақытында елемеушілік па, ондай осындай бір фактілер халықтың көкейінде жүрген дүние. Сондықтан бұл енді ертең шешілетін мәселе шығар. Бірақ та Назарбаевтың еңбегі Қазақстан үшін бүгін айтып жеткізгісіз. Талай кадрлар тәрбиеледі, талай өзінің маңайындағы адамдарды қызмет өсірді. Біреуі Қазақстан үшін жұмыс істеді солардың, ал кейбіреуі өзінің қалтасы үшін жұмыс істеді. Түрмеге түскендері бар. Бұл өмірден ерікпен кетіп қалғандар бар. Сондықтан осы шаруаның бәріне бүгін біздің ішкі өзіміздің ішіміздегі ол кісіні жақтамаушылар, жақтырмайтындар, сол кісінің несіне жабады, бәрі сол кісінің күнәсінен деп. Енді менің ойымша ол заманның өзінің бір сондай аумалы төкпелі болып тұрған кезінде мұнсыз болмайтұғын жағдай ма деп ойлаймын.
Ал Назарбаевтың еңбегі Қазақстан үшін зор. Оның ең бастысы мынау біздің Семейдің полигонын жабуы. Ол енді бүкіл жер үшін, бүкіл әлем үшін үлкен бір жақсылық болды. Ал енді менің өзім ойым. Осы ауылдың тоқырауы, ауылдың құруы, ол енді Америкадан келген емес, Африкадан келген пәле емес, ол өзіміздің экономикалық саясаттағы кемшілік деп ойлаймын. Ауылды құртпау керек еді. Осыны енді қазір қайтадан жандандырамыз деп жатыр. Алла тағала сол айтқандарын жүзеге асуына жол ашсын. Бәріміз аман есен болайық сол. Енді Нұрсұлтан Әбішұлы осы өскеменге мен егемен Қазақстан газетінің тілшілік қызметіне 90 жылы келдім. 25 жыл осы өңірдің тілшісі болдым. Сонда Нұрсұлтан Әбішұлы Шығыс Қазақстанға 25 рет кетті. Кей жылдар 2 рет келіп қалды. Енді сол бір-екі соған айтып кетейін қысқаша. Ең бірінші 1990 жылы 14 маусымда Зайсан, Тарбағатай, Марқакөл, Күршім, одан Семей облысының ол кезде Көкпекті жарым аудандарында жер сілкініп, ол мыңға тарта үй қирады, мыңдаған әлеуметтік ғимараттар, тұрғын үйлер қирап, өте бір қиын кез болды. Жаңа айтып кетті ғой, Құлбәділ айтып кетті, Қаланың әкімі айтып кетті, талай қиыншылықтарды бастан өткерді. Сол 4 күннен кейін Нұрсұлтан Әбішұлы Зайсан ауданына сапармен барып, осы жер сілкінісін бастан кешкен халықпен кездесті. Дайыр ауылында болды. Ол кезде Рашкова дейтін Біржан ауылында болды. Біржан Есенханов деген бала, 2 жарым жастағы бала, үй құлаған кезде табынның астынан аралып қайтыс болып кетті ғой. Соны шаңырағына барып, көңіл айтып шықты екен. Одан кейін тағы 1-2 ауылда кездесу өткізді. Қалада Зайсан қаласында штаб ұйымдастырып, оған Макеевский деген министрлер кеңесінің орынбасары болған, соны штаб бастығы тағайындап, қысқасы 4,5 жылдай зілзала апаттарын жоюға үлкен көмек көрсетті. Барлық облыстар әр ауданды бөліп алды. Мысалы, Мешень совхозына, Солтүстік Қазақстан облысы, Қараталдық, Қостанай облысы барлығы бөліп алып, 4,5 жылда үйлер қалпына келтірді. Одан кейінгі тағы бір есте қалған кездесу. Өздеріңіз ести жатқан 2013 жылы 17 наурыз күні Тарбағатай ауданында, Жәнтікей дейді, Көкжыр ауылдары, Зайсан ауданының 1-2 елді мекендерінде тасқын су болып, 5 мыңға тарта үйді су шайып кетті. Сол кезде Нұрсұлтан сонау уақыты болмаса да келіп, және зілзала апатында кездесіп, Қазыбек Демоғаев деген социалист деген біреудің үйде болды. Жаңадан фельдшерлік, акушерлік пункт ашылған, соның ашылуына қатысты. Жалпы айта бергенде енді осы Шығыс Қазақстан облысының өсу-өркендеуіне көп үлес қосты, көмегін көрсетіп отырды. Шығыс Қазақстанда еліміздің Інжу Маржан деп тек айтпаса керек, егер есебінде күшті металлургияның кәсіпорындарының бәрі бізде. Одан кейін мына өскеменнің экологиясын тазартуға Өскемен қаласының іс комбинатында шетелдің инвесторларын тартып, ауаны тазартуда көп еңбек сіңірді. Енді елбасымыздың еңбегі ерен әрине. Сол жылдары жаңа тасқын болған кезде облыс әкімі Бердібек Сапарбаев болған, Ислам Әлмаханұлы болды. Ол мына жақсылық Мұқашев білетін шығар, облыстың аппаратында әкім орынбасары болды ғой. Біраз жұмыстар істейді, өте қиын болды. Аяғына керзетіп киіп, ұшақпен аспанда талай сағат қалықтап, жаңағы халықтың жағдайын жөндеуге көп еңбек сіңірді. Енді 25 жыл мен ішкі болған кезде мен өзім 11 облыс әкімімен қызмет атқарыппын. Әркім өзінің еңбегіне қарай еңбек сіңірді. Олардың бәрін енді айта кету мүмкін емес әрине. Бірақ осы соңғы кезде міне қазір әкім
Даниил Ахметов. Оның алдында әкімдердің бәрі шығыстағы өндеуіне көп еңбек сіңірді. Енді сіздер еліміздің болашағысыздар, оқыңдар, білім алыңдар, шет тілін үйреніңдер, ағылшын тілін. Мерекелерің құтты болсын, осы жылы аман-есен болайық. Біздің халқымыздың тәуелсіздік деген ең басты құндылығы. Оның кейінгі құндылықтар осы тәуелсіздіктің арқасында жүзеге асып жатқанын біліп жатырмыз. Тәуелсіздіктің алғашқы атқан таңғы сәтінен бастап біз куәсіміз. Соншама тәуелсіздіктің келгенін сезіне қойдық деген десек өтірік айтқан боламыз енді. Ол енді қазіргілер неше түрлі айтып жүр ғой. Мен өз басым сол тәуелсіздікті 91 жылы жарияланған кезде бәлендей сезінген жоқпын, шындығы керек. Онда совхозда директор едім, жас директорымыз. Алғашқы сезінгеніміз мынау теңгеміздің пайда болған сәті. Біз енді Ресейдің ақша айналымының ішінде кіріп тұрдық та 91 жылы тәуелсіздік алсақ та. 93 жылдың 15 қарашасында өзіміздің 4 теңгеміз пайда болды. Дербестікті, тәуелсіздікті сол күннен бастап сезіне бастадық. Енді ол елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жаңағы осы тәуелсіздік қалғаннан кейінгі мемлекеттің дамуына қосқан үлесі орасан зор. Оған ешкім дау айта алмайды. Өйткені бұл енді біздің жалпы ұлтымыздың біздің ғасырлар бойы аңсаған аппақ арман еді сол тәуелсіздіктің тамақтығыға шығып. Біз барымыз барғалы екенбіз, жаңа жақсылық айтты ғой. Қаншама ұлт бүгінгі күні мемлекеті жоқ. Жаңағы ұлт ретінде белгілі болғанменен жаңағы дербес тәуелсіз өмір сүре алмай тұрған қаншама халық бар. Олардың күні ол өте қиын, ауыр. Біз Құдайға шүкір тәуелсіздік алдық. Енді тәуелсіздік алғаннан кейінгі ары қарай дамуымыздың бәрі ол енді басшылардың мынау саяси ұстанымның ұрыстығында ғой. Біз мысалы мен өз басым басшы болған адам ретінде экономиканы, басқа жағдайларды білетін адам ретінде біз өзі 20 жылдықты кереметтей осы елді таңғалдыратындай экономикалық өсіммен аяқтадық. 20 жыл, 2011 жылы. Оның кейінгі біраз дүниелер бар, жаңа айтылып жатыр ғой, шет жайдан айтылып жатыр. Меніңше оны жөндейтін осы халықтың өзі. Біз қазір ана заман менен мына заманды салыстыратын болатын болсақ, айырмашылығы жер мен көктей. Біз кешегіні компьютердің не екенін білмей тұрғанбыз, бірақ елдің бәрі оны сезбейді, білмейді. Баяғыда біздің бір ағаларымыз айтатын, мынау электр шамы жанып тұрғанда халық оның қалай жанып тұр, қандай еңбектің арқасында жанып тұрғанын бағаламайды. Сол сияқты бүгінгі күні цифрлық технологияның келіп жатқандығы, компьютердің келіп жатқандығы, біз бүгін жариялылықтың өңімізді қойып түсімізге кірмейтін дүниелерді танып жатқандығымыз. Бүкіл әлемменен қазір қалта телефон арқылы ғана байланыс жасайтындығымыз, ондай мүмкіндік бізде еш уақытта болған емес. Осыны істеп жатыр деп бір адам айтпайды. Ол өзінен өзі істеп жатқан жоқ. Ол өзі осы біздің халықтың, әсіресе өздерінің сияқты жастардың, сонау Европадан, шетелден, Америкадан оқып келген жастардың, жаңағы бүгінгі осы біздің
біздің елімізге әкеліп жатқан, енгізіп жатқан технологиялары, жаңалықтар. Жаңа Қабиба жөнінде бекер айтып жатқан жоқ. Осы Қабибалар, осы цифрлық технологияның ең алғашқы авторлары. Бүкіл республиканың кітапханашыларын жинап алып, жаңағы осы библиотечный столица деген қазір біріне барма жоққа білмеймін. Соның өзін бірнеше рет осы Пушкин кітапханасында өткізген осы Қабиба. Қаншама адам, жаңағы осы озық технологиялардың куәсі болған. Осының бәріне жағдай жасап жатқан кім? Осы бүгінгі мемлекет қалай дегенмен де, жаңа анау деген, мынау деген сөз емес ол. Мемлекеттің басшыларының жағдай жасауы. Егер мемлекет бұның бәріне көңіл аудармай, жаңағыдай анау Монғолия сияқты қарап отыра беретін болсақ, онда бізде еш уақытта даму болмас еді. Дүние жүзінде мынау адамдардың өзінің өміріне ризашылығын білдіретін бір рейтинг бар екен. Сонда мына Монғолия екінші орын алды. Адамдар сол өзінің күні бүгінгі тіршілігіне разы. Ал енді Монғолияда бірнеше рет болған адам ретінде мен айтар едім, ол жерде жаңағыдай адам төзгісіз жағдай да өмір сүреді. Көбі. Бірақ мәселе сол тіршіліктердің өздері. Сондықтан да біздің бүгінгі дамуымыз ол Европа менен, жаңағы Америка құрама штаттары менен салыстыруға болатын даму. Шындығы керек. Осының бәрі. Мен айтайын, жаңағы біздің мемлекетіміздің жалпы экономикалық саясатының дұрыстығын көрсетеді. Ал енді президентімізбенен біз бірнеше рет кездестік. Өйткені көп нысандар ашылып жатыр. Өйткені өзі жалпы кез келген облыстың басшылары президенттің келуіне бірнеше нысанды ашылуын жоспарлайды. Мынау теннисный центр деген. Ол ашылды. Яғни қиын қыстау жағдайда келіп кеткен кездегі жаңағыдай бірнеше жағдайда бірге болдық, бірге жүрдік. Астанада жиналыстарда енді ол кісі қарапайым болып көрінуге тырысатын, бірақ қарапайым адам емес. Жаңағы өте талапшыл, сондай адам болды. Енді қазір бүгінгі күні біз шындығын айтуымыз керек. Жаңағы енді мынау билікті ол кісі өзінің сенімді адамына беріп жатыр. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазір президент. Ол кісі де осы жолды ары қарай кетіп жатыр деген сияқты. Енді ол кемшін түсіп жатқан жерлеріміз бар шығар, әсіресе ұлттық мәселе жөнінде. Оның бәрі айтыла береді. Өйткені бұл мәселе еш уақытта өзінің бақа шешімін таппайынша бұл жұмыс жүре беруге тиіс. Әгі көш жүреді деп жайбарақаттыққа салынбауымыз керек. Әсіресе отырған жастар жаңағыдай ұлттық құндылықты, әсіресе тілімізді, әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді бағалап өсетін болатын болсақ, бағалауға бағытталған тәрбие көретін болатын болсақ, біз жаман болмаймыз. Қазір қай жерде болмасын, мәселе жаңағы ұлттық дүниенің сақталуыменен ғана басқа елге таныламыз. Басқаның бізге қажеті жоқ. Сондықтан да мынау президенттің күнінің тойлануы жалпы біздің осы тәуелсіздігімізге тікелей қатысы бар, бүгінгі мемлекетіміздің дамуына тікелей қатысы бар адамның еңбегін бағалау деп оған өз басым. Сондықтан да дейміз айналайындар, осы еліміздің нақты жай ғана жүрдім бардым емес, нақты ұлтжанды, ұл менен қызы болуға тырысыңдар. Болыңдар, тырыспаңдар, болыңдар. Ол үшін көп оқу керек болатын шығар. Өзіміздің ұлтымыздың қазақ екендігін ұмытпаңыздар.
басқұлықтың жетегінде кетіп қалмаңыздар. Біздің жәнедей үлкендердің қазір айтатыны осы. Жетегінде кетіп қалып жүрген жастарымыз жоқ емес. Батыстың кейбір жәнедей адам жиіркенерлік дүниелерді өзінің бойына сіңірем жәнедей жанталасып жүрген жастарымыз да жоқ емес. Осыдан жирену керек. Абай айтпақшы, жаңағы өзі жақсыдан үйрен, жамандан жирену керек. Сондықтан мына бүгінгі мереке құтты болсын. Көк байрағымыз қашанда төбемізде, аспанымызда, көкімізде желбірей берсін. Мемлекетіміз жылдан жылға дами берсін дейміз. Рахмет. Мынау бізге жалпы желтоқсан айы деген қазақ үшін, біздің ел үшін өте бір киелі ай болып кетті. Анау 86 жылғы желтоқсан көтерілісінен біздің жастардың, сіздер секілді жастардың қозғау салған сол күннен бастап желтоқсан айы біздің ел үшін киелі деп айтуға болады. Сол енді бірінші желтоқсан, бірінші тұңғыш президенттің күні деп атап отырмыз. Барлығымызға, баршамызға құтты болсын. Менің ойымша бұл президентті ұлықтау ғана емес, ол жалпы еліміздің болашағына сенім арту деген сөз. Сенім арту, болашағымыз бен бүгінгімізге мақтаныш ету, гордость дейді ғой, есть чем гордиться, мақтаныш ету. Сондықтан мен енді өзімді айтсам, жаңа айтып кетті қазақ тілі қоғамы деп, қоғам емес, мен жаңа айтып кеткен облыс әкімдерінің бесеуімен қатар жұмыс істедім. Алдыменен ішкі саясат бөлімінде осы баспасөз құралдарымен жұмыста болдым да, одан кейін тіл заңы шыққаннан кейін алғаш 97 жылы біздің облыс әрқашанда бірінші болып жүреді ғой, бүкіл республикада. Басқа бір облыс қозғалмай жатқанда, онда Метте болатын, Виталий Леонидович, саясаткер ғой. Сонда бүкіл барлық облыстан бұрын облыс әкімдігінің ішінен құрылым, облыстық тіл комитеті дегенді құрып жіберді ғой. Сол жерден ішкі саясаттан мені сол облыстық тіл комитетін басқаруға ұсынып бекітті. Сол комитетте, облыстық тіл комитетінде 5 жылдай ол арада 5 әкім ауысты. Одан кейін, біраздан кейін ол тіл комитетін жауып, бірер жыл болмады, тіл деген саясат бізде толқынмен жүріп жатады ғой. Содан кейін барып тіл басқармасы деген ұйымдастырылып, сол жаңағы 5 жыл өткен жұмысты ары қарай жалғасып кетті. Енді ол қысқаша ғана айтуға тура келеді. Ең бірінші сол 98 жыл ғой облыста мынау біздің достық үйі деген құрылды, халықтар ассамблеясы деген құрылды. Және біз ең бірінші мақтан тұтатынымыз президентіміз ең бірінші сол ұлтаралық бірлікті, ұлтаралық достықты ұран етті ғой. Сондықтан халықтар ассамблеясы құрылып, және тағы да біздің облыста ең бірінші болып достық үйі ашылды. Ал енді облыстық тіл комитеті, ол қазақ тіл қоғамы бір бөлек, сол өзінше ол үйі болды ғой енді, көпшілік үйі. Ал тіл комитеті ол енді саяси әкімдіктің бір құрылымы болды. 98 жылы ғой деймін, шілде айында бір-ақ жыл болған тіл заңы қабылданғалы. Шілде айында сондай шіліңгір ыстықта біздің облысқа президентіміз келеді деген хабар түсіп, әзірленіп, сонда кездесу мына достық үйінде өтті. Достық үйінде біздің бұл жерде. Президенттің жаңа Сөкең айтып кетті, қарапайым болуға тырысады дегендей. Мен де байқадым, енді жаспыз ол кезде. Алдында президент деген қалай болады деп барлығымыз тіксініп, қобалжып, толғауда болдық. Бірақ сондай қарапайым болып көрінді бізге. Көпшіліктің арасынан кіріп, кәдімгідей балалармен сөйлесіп, сол жерде келіп, жаңағы сұрағаны мынандай болды. Тіл қалай болып жатыр Өскеменде? Қазақша айтып тұр. Өскеменде қалай? Мен білемін жерде қиын екенін. Тіл заңы қабылданды, ешқайда жалтыртамаңдар енді. Заңға сүйеніп, сол заңның аясында, заңда қалай жазылып тұр, осы жұмысты атқарыңдар. Оның барлығын қолдаймыз деп. Сондықтан мен енді оған дағдай болып қалдым. Өйткені көп заман одан бері өтті, жастар міне қарап көздерін жайнап отырсыңдар. Қазіргі заман 30 жылдай өтіп кетті енді одан бері. Егер тәуелсіздікті бастасақ, 98-де бері қарай міне бір ширек ғасыр өтіп кетті. Сол президентіміз, тұңғыш президентіміздің аузынан шыққан сөзді мен қазір қайталап айтқым келеді, айта беретінмін да.
ең бірінші бұл заңдағы орындау үшін басқа ұлтты үйрету емес шығар деді, үйрету керек. Бірақ ең алдымен қазақ пен қазақша сөйлесін. Осыны айтты ол кісі. Соны қайталап айтып жүрді. Енді қазіргі кезде әрине біздің тіл басқармамыз бар, оның ішінде үлкен жаңағы тіл орталығы деген құрылды. Қаншама қаржы құйылып жатыр, міне осы 30 жылда. Қыруар қаржы құйылып жатыр. Ол жаңағы басқа ұлттарды осы тілге тартамыз деп, үйретеміз деп, мен Өскемен қаласында тұрамын деп айтса болды, біз қарт боламыз. Менің атым Пәленбай, мен отбасым осы бір мәтінді балабақшадан бастап, одан кейін мектепте, одан кейін жоғары оқу орнында, одан кейін жаңағы мекемелерде үйірмелер ұйымдастырдық қой біз. Оның үшін өзім де жүрмін. Сол жаңағы 2-3 сөйлемді айтса біз қарт боламыз. Солай міне 30 жылдай болып кетті, содан бері ең бірінші жаңағы 90 жылдардағы нелерді айтып отырмын, жас ұрпақ. Сіздер айтатын шығарсыздар, ол болған жоқ, рас емес ол. Болмаған секілді, ертегі секілді, біздің мысалы басымыздан өткенбіз. Мысалы сол облыс әкімдігінде болғанда, мына Үлбі көпірінің үстінде тұрып, зейнеткерлеріміз жібермей бері қарай кәдімгідей тұрып алған. Өйткені зейнетақыны алмайды. Зейнетақының өзі бір азғантай ғана. Өте бір қиын замандар болды. Сол кездерден дау-дамай сөйтіп отырған кезде, әлгі еңбекақы жоқ, пенсия деген зейнетақыны алмайды, мына қирап жатқан бүкіл өндіріс орны, соның үстіндегі ең үлкен дау-дамай тіл жөнінде болып кетті. Жаңағы мына жерде көріністі айтып кетті, бірнеше саясаткерлер болды, көрші елден келіп жатқандар, осы арамыздан шыққандар болды. Олардың аты жөнін дәріптеп қайта реклама жасамай қояйын, ол белгілі. Бірақ құрметті жастар, мына жерде құқық қорғау қызметкерлері отыр. Ең бірінші менің ойымдағы осы көп заман өтіп кетті. Қазір мемлекеттілігімізді нығайтамыз десек, ең бірінші сол мемлекеттің тілін, сол өзінің конституциялық дәрежесіне сай етуіміз қажет. Конституциялық, біз басқаны айтпай-ақ қояйық. Конституцияда қалай жазылды, мемлекеттік тіл өзінің мәртебесінде болу керек. Қатты өкінетін жағдай өз басым, неге біздің елімізде мемлекеттік тіл аударма тілін айланып кетті? Осыған қатты өзімнің өз басымның үлкен өкінішім бар. Әр некеде бір аудармашы бар, немесе жаңағы журналистер шықса, үлкен қызметтегі біздің азаматтарымыз басқа тілде сөйлейді, оның ар жағында аудармашы аударып тұрады. Мысалы, үлкен кісілер жаңағы теледидарды қарап отырғанда айтады, мынаның барлығы өзі шетелден келген бе деп. Шетелден келген бе? Неге бұларды, олар басқа тілде сөйлейді, ар жағынан кадровый жаңағы аударып тұрады. Сонда әрбір қызметкерге, мемлекеттік қызметкерге бір аудармашы қажет болған сияқты. Осы мысалы өз басыма көп өмірімде осыған бағыштағаннан кейін үлкен өкінішім сол. Өйткені біз 30 жылда жаңағыдай президенттің айтып кеткен айтқан өсиеті қазақ пен қазақша, қазақ сөйлесін ең бірінші. Содан кейін біз басқаларды тарта аламыз өздерімізге. Енді президенттің бүгінгі күні деп отырғанда бірінші мемлекеттігіміз деп отырмыз ғой. Сондықтан өз ойымды ойлаймын, келешекте егер мемлекеттік қызметке талпыныс болып тұр екен, кез келген жастар жаңағы тест дейді ғой, тапсырады. Оның ішінде міндетті түрде өз ойым мемлекеттік тілді Пәленбай деңгейде білуге тиіс деген кіріссе, әттең болашақта. Тіпті жаңағы роман повесть жазбай-ақ қойсын, эссе жазбай-ақ қойсын, бірақ мемлекеттік құжаттарды іс-айналысын осынша деңгейде білуге тиіс екендігін білдіретіндей талап қойылатын заман келген секілді, өз басым ойымда. Енді барлықтарыңызды жастар енді әрине өткен күнде белгі жоқ деп айтамыз ғой, бірақ өткен күнде белгі бар, айналайындар. Өткен күнді ұмытпайық, сіздер тәуелсіздіктің ұрпағы секілдісіздер, 30-ға келдіңіздер ме, келмедіңіздер ме? Сондықтан ең бірінші жаңағы ұлттың да, мемлекеттің да мемлекеттілігі оның ана тілінде, оның мемлекеттік тілінде. Алдымен өзімізді өзіміз сыйласақ, өзімізді өзіміз сыйламай отырса, онда бізді ешкім сыйламайды. Өзбекстанға барсам да, қай жерге мен соңғы кезде жиып алып боламын, Өзбекстанда, Тәжікстанда. Жоқ ондай дүние біздегі секілді. Ол енді бір жағынан жақсы шыққан, біздің өркениеттігіміз, басқа тілді біліп, ағылшын тілінен біліп жатыр. Әсіресе біздің мына мемлекеттік қызметтегі жастарға қарасам, қуанасың.
жаңағы информационный технология асып тұрған. Ағылшын тіліне деген кейде мен ойлаймын, қазақ тілінен артық біліп кететін болу керек, жұртта біздің жастар ағылшын тілін. Дегенмен де біз осы Қазақстанда қазақ болып қалсақ, алдымен өзіміздің тілімізді сыйлауымыз керек, білуіміз керек. Мемлекетіміз мықты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, жеріміз бүтін болсын. Барлықтарымызды мынау қасиетті күнмен құттықтап, барлықтарыңызға денсаулық, өрлеу тілеймін. Здравствуйте всем. Мне очень лестно сегодня находиться здесь среди мэтров журналистики. По одной простой причине. Я сам журналист, редактор. Мы творим историю с оглядкой на вас, на ваши труды. Спасибо вам огромное. Ну, рассказать, наверное, хотелось с того, с чего вообще начался мой творческий путь. Начался он в 1992 году, когда мой отец привел меня за руку на открытие первого в стране Дома дружбы. Дом дружбы в Усть-Каменогорске открыл лично Нурсултан Абишевич Назарбаев по инициативе наших вот Алексея Богдановича сейчас показали и очень многих трудных наших деятелей. И создался уникальный институт. Для многих Дом дружбы, для обычных людей, Дом дружбы это просто место, где вроде как какие-то пляски проводятся, танцы, еще что-то. Но это на самом деле не так. Это важный институт, где решаются очень большие проблемы. Проблемы социального равенства, проблемы межконфессионального согласия. То есть это действительно очень важно. По роду своей деятельности я ездил, наверное, всю Центральную Азию. И, в принципе, ни в одной стране, включая Российскую Федерацию, где я, в принципе, был, наверное, везде, за 10 все объездил, я не видел такого согласия между народами. У нас проживает в стране более 120 национальностей, 125, если быть точнее. И именно благодаря тому, что в 1995 году, потом также по инициативе Нурсултана Абишевича Назарбаева была создана Ассамблея народа Казахстана, мы сейчас наблюдаем нашу страну в согласии в мире. Да, всегда будут существовать какие-то социальные напряженности, какие-то экономические проблемы. Но я не настолько, конечно, умудрен опытом и жизнью человека, тут коллеги сидят, мне 40 пока нет даже. Но я помню это время, я помню, насколько было печально все. Помню, как республика только начинала зарождаться, независимость наша. И мы очень сильно верили в Нурсултана Назарбаева. Все сидели, приникли к телевизору, наблюдали, ждали его решений каких-то. Вы помните это время, все очень прекрасно. У меня был очень большой маленький. Далее я потом неоднократно встречался уже. То есть, я журналист, и периодически куда-то выезжали, какие-то семинары, еще что-то, какие-то мероприятия большие. Сюда Нурсултан Абишевич приезжал. И Дом дружбы приезжал. То есть это, знаете, это очень большой воле человек, которому действительно не стыдно сказать спасибо. То есть сейчас где-то можно в социальных сетях обсуждать власть. К этому человеку действительно большой низкий поклон. Мне как-то довелось с ним побеседовать, это было даже на одном мероприятии, перед побеседовать, он сказал просто пару слов, давайте дерзайте, и пожал руку. И я думаю, это много дорого стоит. Спасибо Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за то мирное небо, за ваше прекрасное будущее, которое вас ждет. Потому что в той стране, которую он взял в руки изначально вообще, не видоизменив ее, у вас бы его не было. А сегодня мы имеем прекрасную страну, развивающуюся с большим потенциалом.